Сәлем достар, гипстан обучение сұраған қыздарға бүгін видео түсіріп беремін. Бірге түсіреміз. Бүгін менде жаңадан форма келді. Осындай кішігірім машинкалар балаларға арналған. Осыны бірге санап қиып көрсетеміз сіздерге. Бірінші бізге салмақ өлшегіш керек. Одан кейін форманың өзі керек. Гипс керек, және де қолғап керек. Одан кейін ыдыс жуатын сабын кішігірім және диоксид титаны. Одан кейін су керек. Одан кейін жазатын дәптер керек. Неден бастаймыз? Бірінші салмақты өлшеуден бастаймыз. Бірінші осы формамызды салмағын өлшейміз. Формамызды қоямыз. 0-ге теңейміз. Весы да 0 көрсетіп тұру керек. Одан кейін осы жерге бәріне толтырып су құйып шығамыз. Формаға бірінші суды құйып аламыз. Бұл жердегі судың көлемі 167-де 9. 167-де 9. 167-де 9-ды 167-де 9-ды көбейтеміз. 1,1635-ке көбейтеміз. Міне 274, 275 деп орташа домалықтап алсаңыздар болады. Бұл 275 деген біздің осы формаға кететін гипстің көлемі. 275 грамм гипс. Енді осы гипсқа қанша су құю керегін санаймыз. Осы 275 граммды көбейтеміз 27%-ке. 74-те 2 миллилитр су кетеді. Мына суымызды қайтадан ыдысымызға құйып аламыз. Біз гипс құюды бастаймыз. Гипс құюды бастаймыз. Қоямыз. Міндетті түрде 0-ге теңестіреміз. Өйткені стаканның салмағы бар, 0-ге теңестіреміз. Енді бұл жерге бізге керекті суды құйып аламыз. Су бізде 74-те 2 миллилитр. Осы жерге 74-те 2 миллилитр суды құямыз. Ауа қалып қалмас үшін ыдыс жуатын сабынды кішкене қосуға болады. Мен оны суға сразу құйып аламын. Осы суға бірден диоксид титаны қосамыз. Диоксид титаны ол ағартатын материал. Гипс бізде скульптур болғанменде, сонда да ағартатын материал қосамыз. Ол сіздің бұйымыңыз аппақ болып шығатын болады. Бұл жерде де кішкене су мен гипстің 10%-ін салса болады. Мен көз мөлшермен саламын, сондықтан осындай шамамен осындай диоксид титаны саласыз. Диоксид титаны салғаннан кейін суды жақсылап араластырамыз. Өйткені бұйымның әр жерінде әртүрлі дақ болып қалып қалмас үшін 0-мен теңестіреміз. Немізде таразымызда 0 болған кезде гипс салып бастаймыз. Гипс, самара гипс, скульптур. Бұның өзінің ішінде диоксид титаны бар, ағартатын материалы, және пластификатор бар, қатайтатын. Бұған дейін мен 16G16 мен және басқа да гипс түрлерін жасап көрдім эксперимент ретінде. Бірақ ең ұнайтыны маған самара гипс ұнайды. Өйткені ішінде пластификатор болғандықтан бұл қатаю уақыты кішкене ұзағырақ болады, және сіз құйып болғанға дейін қатып қалмайды. Сұйық, әдемі консистенция болып тұрады. Енді гипсті саламыз. 275 грамм. Гипсті салдық. Енді жақсылап араластырамыз. Негізінде көп заттар жасаған кезде қолғап киіп жасаймын, өйткені қолдың кожасын құртып жібереді. Тағы да араластыра бересіз. Көрдіңіздер ме? Қатты сұйық емес, қатты қою емес болып шығады. Аламыз. Кейбір адамдар киім жууға арналған кондиционер бар ғой, соны менен бірінші жуып алады екен. Немесе осы құрамға қосады екен. Кішкене жан жағынан
ұрып шығамыз. Өте жақын емес, кішкене көтеріп тұрып құйсаңыздар болады. Асықпай құйып шығасыз. Алдында сұрап жатқан кісілер болды, форманы қайдан аласыз деп. Форманы Қытайдан, кәдімгі Pinduoduo сайтынан аламын. Құйып болғаннан кейін жан жағынан ұрып бастаймыз. Ішіндегі қалған ауаларды шығару үшін және мен қосымша осындай таяқшамен ішінен бір жүріп өтемін. 45 минуттай күтеміз. Қазір кепкен кезде демолдинг жасаймын.